Мақтаарал ауданында төтенше жағдайлар бойынша өткен кешенді оқу жаттығу өз мәресіне жетті. Оқу жаттығу кезінде 30-ға жуық практикалық іс-шаралар өткізілді. Оған 50-ге жуық техника, 150-ден астам адам жұмылдырылды. 3 күнге созылған шара жайында толығырақ тілшіміз тарқатсын. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде басқару органдарының, азаматтық қорғау қызметтері мен азаматтық қорғау құрылымының объектілердің іс-әрекеттері тақырыбымен өткізілген оқу жаттығу жұмысының бірінші күнінде жауапты мамандардың міндеттері белгіленді. Оқу жаттығудың практикалық іс-шараларын өткізу барысында көп қабатты ғимараттан жасанды өрт шықты. Аудандық өрт сөндіру жасағы оқиға орнына тез жетіп барды. Өртте қалған адамды құтқарып дер кезінде көмек көрсетті. Бұл оқу жаттығуда бекітілген жоспарға сәйкес 30-ға жуық іс-шара практикалық түрде көрсетілетін болады. Әртүрлі, соның ішінде халықты эвакуациялау, жеке қорғану құралдарын тарату бекеттерін, өрт сөндіру тактикалық оқу жаттығулары, сонымен қатар да басқа да нақты іс-шаралар практикалық түрде көрсетілетін болады. Шараның негізгі мақсаты аудандық басқару органдарының, азаматтық қорғау қызметтерінің, азаматтық қорғау құрылымдарының төтенше жағдайлар кезінде немесе төтенше жағдай қаупі төнген кезде сауатты іс-әрекет жасауды пысықтау болып табылады. Осы орайда жеке қорғану құралдары тексеріліп, құтқару жасағының дайындығы бағаланды. Бұл жерде әскери радиациялық химиялық бақылау құралы, ол жалпы қазір бұл аудандағы проблема емес, бұл жалпы республика бойынша бұндай шешімін енді тауып жатқан мәселелер бар. Алдағы уақытта бұл жаңағы ескі құралдар деп жатыр ғой, оның бәрі шешіледі деген ойдамыз. Уже қазіргі таңда қолға алынған республика көлемінде. Барлық республика бойынша оның шешімін табады. Халыққа қауіп төнген жағдайда орталық аурухананың эвакуациялық іс-шаралары мен білім бөлімінің нақты әрекеттері де тыңдалды. Азаматтық қорғау қызметкерлерінің ауыл шаруашылық нысандарының басшыларын жер сілкінісі қаупі дабылмен хабардар ету жағдайы пысықталды. Кешенді оқу жаттығуды қорытындылау жиынында шара кезінде орын алған кемшіл тұстары сынға алынды. Ал белсенділік танытқандар аудан әкімі Бақыт Асановтың алғыс хатымен марапатталды. Клара Шербайқызы, Рысбек Асанұлы, ақпарат Мақтаарал ауданынан.